Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мамандыққа кіріспе пәні бойынша бірінші дәрісімізді бастаймыз. Яғни ол көлік жүйелері, көлік жөнінде жалпы түсінік, көліктердің, теміржол көлігінің даму тарихы. Жалпы көлік жүйелері, көлік жүйесі жөнінде жалпы түсінікке тоқталамыз, және де көліктердің, теміржол көлігінің даму тарихына келеміз. Республикамыздың біртұтас халық шаруашылығы жүйесі кешендік көлік, негізгі инфрақұрылымның салалық бірі болып табылады. Ол Қазақстанда автомобиль, су, әуе және құбыр жолымен қоғамның жүк және жолаушыларды тасымалдауға деген қажетін, сонымен қатар өзара салалық қарым-қатынастарын қамтамасыз ететін көлік болып табылады. Болашақта Қазақстан Республикасының барлық көлік жүйесінде темір жолдың басымдығы арта бермек. Сонымен қатар 2020 жылы бүкіл жүк айналымның 3/4 бөлігі атқарылатын болады. Қазіргі кезде Қазақстанның тасымалдау мұқтажының ұзындығы 18.530 км, яғни солтүстік, оңтүстік және батыс теміржол аймағы өтіп жатыр. Бұл үш аймақ бұрынғы Қазақстан теміржолының негізінде құрылған болатын. Теміржолдың солтүстік аймағы республиканың орталық және солтүстік аудандарын қамтиды. Бұған Қарағанды, Теміртау, Павлодар, Екібастұз және Қостанай аумақтық өндірістік кешені кіреді. Бұларда қара және түсті металлургия, көмір өндіру және энергетикалық құрылыс материалдарын, машина және трактор жасау салалары бар. Дәнді дақылдар мен ауыл шаруашылық өнімдерін тасымалдауда бұл күре жолдың маңызы өте зор болып табылады. Бұл жол бірнеше өзен көлігімен шектеседі. Оның ішінде маңыздысының бірі Павлодар кеме жайы. Теміржолдың оңтүстік аймағы Шымкент, Жамбыл, Талдықорған, Семей және Шығыс Қазақстан облыстарын қамтиды. Бұларда өндіріс және ауыл шаруашылығы, металлургия, химия, машина жасау, құрылыс материалдарын және халық тұтынатын тауарлар шығару салалары орналасқан. Ет, сүт және басқа өнімдерді тасымалдауға қажетті бұл жол су көлігімен шектеседі. Оның ішіне Семей, Өскемен, Қапшағай өзен кемежайлар кіреді. Теміржолдың батыс аймағы Қызылорда, Маңғыстау, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарының жерін басып өтеді. Бұл жолмен негізінен мұнай өнімдері, темір кені, құрылыс материалдары, ауыл шаруашылық өнімдері тасылынады. Су көлігімен шектесетін жерлері Атырау және Ақтау кемежайлары. Теміржол көлігінің нәтижелігін арттырудың негізгі түріне тиеп түсіру жұмыстарының механикаландырылған және автоматтандырылған кешенін пайдалану болып табылады. Сонымен қатар контейнерлік пакеттік тасымалдауды да өрістеу жатады. Теміржол әртүрлі инженерлік құрылыстармен, техникалық құрылғылармен, құралдармен жабдықталған. Оларға теміржол, жылжымалы құрам, локомотив пен вагон шаруашылығының, сигнализация, байланыс, сонымен қатар есептеу техникасының құрылысы мен құрылғысы, электр және су жабдықтары, станциялар мен тораптар жатады. Бұл пәнді, яғни мамандыққа кіріспе пәнін оқу барысында, яғни теміржол көлігінің, автокөліктің, олардың әрбір бөлімшелерінің ара қатынасы және өзі қалаған мамандығы туралы жалпы студенттің түсінігі болып табылады. Ол осы пәнде, яғни студенттер сіздер қамтылған тақырыптармен басқа оқу құралдарын пайдаланып, өздеріңіздің білімдеріңізді бірнеше рет арттыруға болады. Қазір республикамызда қазақ тілінің мемлекеттік дәрежеде алуына байланысты теміржол институты мен колледждерінде қазақ топтары кеңінен ашылып жатыр. Алайда осы уақытқа дейін оларға арналған оқулықтар, яғни оқу құралдары да дамып келе жатыр.
Бұл дәріснаманы құрастыруда Санкт-Петербург, Мәскеу, Екатеринбург, Беларусь темір жолдарының қатынастарын университеттерінің және техника ғылымының кандидаты Уздиннің редакциясымен осы орыс тілінде шығарылған көп жылдардан бері пайдаланып келе жатқан темір жолдар жалпы оқулығының материалдары пайдаланылып, қазақ тіліне, яғни сіздер үшін аударылып, осы ақпараттарды беріп отырмыз. Шығарылған бұйымдар мен еңбек құралдарын тасымалдайтын көлік болмайынша өндірістің дамуы мүмкін емес. Басқаша айтқанда, қоғам мен адамның күнделікті бүкіл қызметі көлікпен тығыз байланысты болып келеді. Ол халық шаруашылығының бір бөлігі ретінде қоғамдық өндіріс пен тұтынушылар арасында оның барлық саласына қызмет көрсетеді және аймақтардың табиғат байлығын айналымға тартады. Бұған Түрксіб жолы жарқын мысал болып табылады. Ол Қазақстанның өте бай және пайдалы кең аймағын өмірге келтіреді. Сөйтіп осы аймақтың өндіргіш күштерінің тез дамуына мүмкіндік туғызады. Көлік шаруашылығының барлық саласының өндіріс барысында айналым өрісін одан әрі жалғастырып, оның өнімдерін тұтынушыларға жеткізуді аяқтайды. Ол жаңа өнім жасамағанымен тасымалдау процесін орындайды. Бұрынғы Кеңес одағы тұсында тұтас көлік жүйесі құрылып, оған темір жол, автомобиль, өзен, теңіз, құбыр, әуе көлік жататын. Қазір темір жолдың жалпы ұзындығы 160 мың километрден асады. Өнеркәсіп темір жол желісінің жайылмалы ұзындығы да осы шамада болып келеді. Қазақстан көлігінде 1 миллионнан астам адам қажет осы қызмет атқарады екен. Бұл халық шаруашылығындағы барлық жұмысшылардың шамамен 9%-ын құрайды. Оның ішінде темір жол көлігінде 300-ден 300 мыңнан астам адам еңбек етеді. Республикадағы халық шаруашылығының барлық қор құнының шамамен 20%-ы көлік маманын құрайды. Сонымен бірге электр энергиясының 6%-ы және дизель отынның 17%-ы темір жолының үлесіне бөлінген екен. Кейінгі жылдары басқа көлік түрлерінің әсіресе құбыр көлігінің дамуына байланысты тасымалдау құрылымы өзгеруде. Соның нәтижесінде қазір темір жол мен мұнайдың тек 5% ғана қалғаны құбырмен тасымалдау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ішкі және халықаралық қатынастарға барлық көлік түрлерін қамти отырып, қымбат бағалы бұйымдарды контейнер жүйесімен тасымалдау жедел қарқынмен жүзеге асырылуда. Ағаш металл прокаты мен тайланған дара жүктерді көп мөлшерде пакеттеп тасымалдау тез өрістеуде. Келешекте арнайы вагондармен, контейнерлермен пакеттеп тасымалдау жүйесі қарқындай береді. Себебі бұлар тиеп түсіру жұмысын механикаландырудың, ауыр қол жұмысындағы еңбекшілердің сан азайтудың ең тиімді жолы болып табылады. Оның тек халық шаруашылығын дамытуда ғана емес, әлеуметтік салада да үлкен маңызы бар. Ол барлық көлік жүйесінің жұмысын анағұрлым жақсартады. Темір жолдың болашақ үлгісінің қалыптасуына шабақты жол табаны себеп болды. 1809 жылы Ресейде жолды, үйлер мен гидротехникалық құрылыстарды жобалау, салу және пайдалану үшін қатынас жолдары инженерлерінің корпусы құрылады. Содан орасан зор жұмыста жоспарлар құрастырылып, жұмыстар іске асады. Осы жылы қатынас жолдары инженерлерінің корпусының институты ашылып, қазіргі Санкт-Петербург теміржол қатынасы университеті болып табылады. Ресейде жалпы пайдаланылатын тұңғыш 27 километр темір жол Петербург пен Патша селосы, қазір Пушкин қаласы деп арасында салынған. Кейін ол Павловскіге дейін ұзартылып, оның табанының ені 1829 мм-ден еді. Яғни 1904 жылы Патша селосы мен Дно аралығында жол табанының ені 1524 метрге дейін өзгертіліп, темір жол желісі салынып бітті. 1851 жылы Петербург-Мәскеу темір жолының салынуы орыс инженерлік өнерінің ең ірі табысы болып табылды. Ұзындығы 650 километрге қос жол екі жақтан басталып, 8 жылда аяқталады. Бұл күре жолдың салуына байланысты Ресейде талантты темір жол салушылар мектебі қалыптасады. Жолды жобалау мен салуда инженер Мельниковтың рөлі ерекше. Ол Ресейдегі темір жол туралы тұңғыш кітаптың авторы болып табылады.
Теміржол құрастырылған дамуына байланысты пойыздар жүрісінің қауіпсіздігі қамтамасыз ету мақсатымен нормативтік техникалар, құжаттар дайындау керек болды. Сонымен қатар осы рельстерді термиялық өңдеу басындағы Ресейдің үлесінде ол 1864 жылы Поленов енгізген болатын. Ал 1852 жылы Петербург-Мәскеу күре жолында телеграф байланысы қолданылды. 80-ші жылдардың соңында орыс өнертапқыштары Голубицкий мен Гвоздев жұмыстарының арқасында пойыздардың жүрісін реттеу телефон арқылы басқарды. Электр желізіл жүйесі 70-ші жылдардың аяғында жартылай автоматты блокировка, яғни 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында кейбір қос жолдарда кеңінен пайдаланыла бастады. Осы уақыттарда бағыттамалар мен сигналдарды бір бекеттен немесе бірнеше бекеттерден басқаруды орталықтандыру енгізіле бастады. 1956 жылы теміржолдарды прогрессті тартым күшіне электровоздар мен тефловоздарға көшіру аяқталды. Темір-бетон шпалдар, түйіспесіз жолдар және термиялық өнделген рельстер салу арқылы теміржолдың үстіңгі құрылымы күшейтілді. Бірқатар Европа елдері мен Жапонияда жоғары жылдамдықты қатынастар дамыту жедел қолға алынған. Ол 3 түрлі бағытта жүргізілген. Тек жолаушылар тасымалдауға арналған темір жолдар салу, Жапония, Франция аралас тасымалдауға арналған жүрдек жылдамдықты темір жолдар салу, оларды күндіз жолаушылар пойыздары, түнде жүк пойыздары жүреді. Бұрынғы жолдар жаңарту, оларға арнайы жылжымалы құрам пайдалану, ол елдер яғни Италия, Ұлыбритания, Швейцария болып табылады. Осымен біздің бірінші кіріспе сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.